Жәннаттағы 4 дария дейді. Кім біледі? Мұхаммад сурасында бар. Каусар емес, судан болған, балдан болған, сүттен болған, кейіне шараптан болған дейді. 4 халифа: Абу Бәкір, Омар, Осман, Али. Пайғамбар алейхиссаламның 4 қызы. Тыныш. Кім болады? Зайнаб, Урқия, Уму Кулсум, Фатима. Ахлу сүнна вал жамааттың сүйенген 4 дәлелі дейді. Құран, сүнна, ижма, қияс. Аллах Тағалаға қойылмай тұрған 4 сұрақ дейді. Аллаға қойылмайды. Қайда, қашан, қандай, не үшін? Қайда десең орынға тәуелді қыласың. Қашан десең уақытқа тәуелді қыласың. Қандай десең формулаға тәуелді қыласың. Не үшін десең оның құдайлығын мойындамаған боласың. Бұл 4 сұрақ не қылады? Аллаху субхану ва таалаға қойылмайды дейді. Дәреттегі 4 парызды білесіздер. Бетті жуу, қолды шын тақпан, басқа масық, 4 аяқты. Таямдағы 4 парыз қандай? Ниет, таза жер, 1 мәрте ұрып бет сүрту, 2 мәрте ұрып не? Қол сүрту. Қиястағы 4 парызды кім біледі? Қиястағы 4 парыз бар. Мұна әзір кезде көп нелер шығады. Нашаның үкіміне, ананың үкіміне дейді. Асыл дейді. Асыл мысалға арақ, қамыр. Фара дейді, ол наша. Екеуінің орасындағы илля дейді. Анаудан масқалады, мынаудан масқалады. 3-ші. 4-ші үкім, екеуі де не болады? Харам болады. Жаназада 4 парыз, адам қайтыс болған екен, жуындырады, кепінге орайды, жаназасын оқиды, кейін алады, жерлейді. 4 Аллаху акбар деп 4 мәрте айту, ол да парыз. Оның біреуі айтылмай қалса не болады? Жаназа не болмай қалады, құрметті бауырларым? Жаназа болмайды. Адам баласы негізі 4 жерде болады. Жердің бетінде, әкенің белінде, ананың құрсағында, жерді бетінде, кейіне жердің астында. Адам баласы әрдайым бауырларым 4 толқында жүреді. Алладан болады, періштеден болады, нәпсіден болады, шайтаннан болады. Алладан болған нәрсе сіздің жүрегіңізге бір нәрсені салады. Құран жаттайын дейсің, араб тілін үйреніп алам дейсің, соны үйреніп бітесің. Періштеден сізге әйтеуір бір жақсылық істетуге не қылып тұрады? Періште үндеп тұрады. Шайтаннан болған нәрсе әйтеуір сізге бір жамандықты не қылады. Ал нәпсіден болған нәрсе бұл бір дүниені жақсы көріп қалады. Көлікті ма, ойынды ма, қатынды ма, осыдан не болу керек? Не сақ болу керек. Сіздерге өте керекті нәрсе қайталанбай тұрған 4 мүмкіндік дейді. Өткен өмір, атылған оқ, айтылған сөз, берілген мүмкіндік ол қайталанбайды. Оқ атылды ма кетті, сөз айтылды ма кетті, өмір өтті, міне сіздерге беріліп тұрған не ол мүмкіндік. Уақыт 3 жыл ма, 2 жыл, 3 жыл оқисыз, кейін аласыз. Өтіп кетті ма, болды. Одан кейін бекер болып қалады. Оны біз